Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл өмірден алынған, қиындыққа мойымаған бір әйелдің тағдыры туралы әңгіме. Гүлмира жас кезінде ауылдың ең көрікті қыздарының бірі еді. Аққұба жүзді, қоңыр көзді, мінезі баязы болатын. Оны ұнататын жігіттер аз емес еді. Бірақ ол жүрегін бір жігітке беріп, ерте тұрмысқа шықты. Алғашқы кезде бәрі жақсы болғандай көрінді, жас отбасы бақытты өмір сүретіндей еді. Алайда уақыт өте келе, күйеуінің мінезі өзгере бастады. Үйге кеш келу, жұмыс істемеу, жауапкершіліктен қашу жиілеп кетті. Гүлмира үнсіз шыдады. Бірінші баласы дүниеге келді. Одан кейін екінші қызы өмірге келді. Балалары үшін бәріне төзуге тырысты. Бірақ күндердің күнінде олардың отбасы мүлдем берекесін жоғалтты. Ұрыс керіс көбейді, құрмет жоғалды, сенім үзілді. Ақыры ажырасуға тура келді. Сол күн Гүлмираның өміріндегі ең ауыр күндердің бірі болды. Екі баласын жетектеп, анасының үйіне қайтып келді. Жасы 30-ға жақындаған, екі баласы бар. Ажырасқан әйелге жұрттың көзқарасы әртүрлі болды. Біреулер байғұс қыз-ай, тағдыры қиын болды десе, тағы біреулер енді бұған кім үйленеді деп сыртынан сөз айтатын. Гүлмира ешкімге жауап бермеді. Өйткені оның басты мақсаты балаларын жеткізу еді. Күндіз жұмыс істеді, түнде үй шаруасымен айналысты. Кейде таңға дейін ұйықтамайтын. Балалары ауырса қасында болатын. Мектепке апаратын, киімін жуатын, тамағын дайындайтын. Өмірдің барлық ауыртпалығы жалғыз өзіне түскендей көрінетін. Бірақ ол ешқашан мойымады. Жылдар өте берді. Балалары өсіп келеді. Гүлмира да бұрынғыдай емес еді. Өзін дамытуға кірісті. Кітап оқыды. Жаңа мамандық үйренді. Курстарға қатысты. Жұмысында жоғарылай бастады. Бірнеше жылдан кейін жақсы қызметке орналасты. Жалақысы көбейді. Өзіне күтім жасай бастады. Өмірі біртіндеп өзгере бастады. Сол кезде оған сырттай көз салған адамдар көбейді. Бұрын мән бермеген жігіттер де қайта хабарласа бастады. Әлеуметтік желі арқылы жазатындар көбейді. Бірақ Гүлмира асықпады. Өткен өмірінен үлкен сабақ алған еді. Ол енді адамның сөзіне емес, ісіне қарайтын болды. Бір күн жұмыста Ерлан деген азаметпен танысты. Ерлан сабырлы, мәдениетті, еңбекқор адам еді. Ол Гүлмираның ажырасқанын да, екі баласы бар екенін де білді. Бірақ соған қарамастан құрметін жоғалтпады. Керісінше, оның қайсарлығына тәнті болды. Алғашында олар жай ғана әріптес болды. Кейін достасты. Уақыт өте келе бір-бірін жақсырақ тани бастады. Ерлан балаларға да қамқорлық танытатын. Балалар да оны жақсы көрді. Гүлмира ұзақ уақыт жүрегіне ешкімді жақындатпаған еді. Бірақ Ерланның шынайылығы оның жүрегіндегі мұзды еріте бастады. Бір күн Ерлан, өткен өмірің үшін емес, бүгінгі адам болғаның үшін жақсы көремін деді. Бұл сөз Гүлмираның жүрегіне ерекше әсер етті. Себебі ол бұрын дәл осындай құрметті сезінбеген еді. Арада біраз уақыт өтті. Гүлмира көп ойланды. Балаларын ойлады. Өткен күндерін есіне алды. Бірақ бұл жолы жүрегі қорқпады. Себебі ол нағыз адамды кездестіргенін сезді. Көп ұзамай олар шаңырақ көтерді. Той күні Гүлмира көз жасына ерік берді. Бұл менің мұным емес, қуанышты жастарым еді. Кезінде екі баласын жетектеп, жылап келген күндері көз алдына келді. Сол күндері оның өмірі бітті деп ойлағандар да болған.
Ал бүгін міне ол қайтадан бақыт тауып тұр. Балалары жанында, өзі сүйген адамы қасында. Жаңа үй, жаңа өмір, жаңа арман. Сол күні Гүлмира бір нәрсені анық түсінді. Тағдыр кейде адамды сынайды, бірақ әр сынақтың артында бір жақсылық тұрады. Егер адам үмітін жоғалтпаса, ең қараңғы түннен кейін де жарық таң атады. Бүгінде Гүлмира бақытты өмір сүріп жатыр. Балалары өсіп жетіліп келеді. Ерлан екеуі тату-тәтті ғұмыр кешуде. Ал бұрын оны аяған адамдар енді оның бақытына қызыға қарайды. Өмірдің заңы осындай. Бір кезде жылаған адам кейін күледі. Бір кезде жоғалтқан адам кейін табады. Бір кезде жалғыз қалған адам кейін сүйіспеншілікке жолығады. Сондықтан қандай қиындық көрсеңіз де үмітіңізді үзбеңіз. Себебі сіздің бақытыңыз да дәл бұрылыс жолының арғы жағында күтіп тұрған болуы мүмкін. Тағдырларыңызға налымаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.